Мезгілсіз артық тамақ жеу әрине ол мәкрух болып саналады, яғни ұнамсыз нәрсе. Ал енді ұнамсыз болған нәрсе міндетті түрде ол денсаулыққа зиян тиеді. Мысалы, жатар кезге жақында тамақты тойып жеу, одан кейін бар жаңағы ішкен жеген тамағымыздың оның сіңірудің өзі, адамның миы сол тамақты асқазанда тамақты сіңіруге жаңа айтқан жұмыс жасайды. Ал енді білім алушылар әсіресе есте сақтау қабілетінің әлсіздігі ғалымдардың айтуы бойынша адамның аш құрсақта білімнің қонатындығы және қарны тоқ болатын болса білімнің қонбайтындығын анықтаған. Өйткені ми білім алуға жасайтын жұмысын асқазанда тамақты сіңіруге жұмыс жасайды екен. Сондықтан да бұл жалпы тамақты негізі мезгілсіз көп жеудің өзі ұнамсыз нәрсе болып есептелінеді.